Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай өте қатпарлы пияз қосылған қаттама дайындайтын боламын. Ол үшін бізге алдын ала жылытып қойған суымыз қажет және оған тұз қосамыз. Тұзымыз кем болып қалмау керек. Міне тұз қосқаннан кейін жақсылап араластырып аламыз. Оған кішкене аз мөлшерде сұйық май құямыз және қамырымызды ашыту үшін ашытқы қосатын боламыз. Енді ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Достар, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қамырды илеген кезде қамырымыз тым қатты немесе тым жұмсақ болып қалмауы керек. Міне менің қамырым дайын болды. Осылай бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Енді қамырымыз көтерілгенге дейін пиязымызды осылай барынша майдалап турап, алдын ала дайындап қоятын боламыз. Пиязымыздың майда болғаны жақсырақ. Мен осы пиязға қара бұрыш қостым, өйткені дәмі әдемі болып шығады, және тұз қосамыз. Тұзымыз қатты ащы болып кетпеуі керек. Міне араластырып дайындап қойдық. Көтерілген қамырымызды енді осылай дайындап бөліктерге бөліп қоятын боламыз. Менің көз мөлшерде жасаған қамырымнан осындай 4 бөлік шықты. Негізінде көз мөлшерде жасағанның пайдалы тұсы өзіңіздің қалауыңыз бойынша үйіңіздегі жаңағы семьяңызда адам санына қарай көп немесе аз мөлшерде жасауға болады. Міне бірінші қамырымды жаюға кірістім. Қамырды жайған кезде біздің қамырымыз кішкене жұмсақтау, сондықтан арасына ұн қосып, аз-аздан ұн қосып отырып жаятын боламыз. Және де қамырымызды өте жұқа етіп жаю қажет. Сонда біздің қаттамамыз да барынша қатпарлы болып шығады. Міне қамырымызды жақсылап жаямыз. Алдын ала ертіп алған майымызды осылай қамырымыздың бетіне толықтай етіп жағып шығатын боламыз. Майды ерткен кезде кішкене су шығады екен. Мен суын барынша алуға тырыстым. Міне біздің қамырымыздың беті толық майлану керек. Енді оған біз алдын ала жаңағы дайындап қойған пиязымызды сеуіп дайындайтын боламыз. Қамырымды мен 2 бөлікке бөлдім, себебі менің қамырым өте үлкен. Сондықтан осы бір қамырдан мен 2 жаңағы қаттама шығардым. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз және осылай қамырларды домалақтап алатын боламыз. Мен осылай пергамент қағазының бетіне дайындадым, немесе табаны жақсылап майласаңыздар да болады. Содан кейін бетіне жұмыртқаның ағын жағып, қалауларыңыз бойынша мак немесе күнжіт қолдансаңыздар да болады. Міне менің бірінші қаттамам дайын болды. Алдын ала қызып тұрған пешке пісіріп алдым. Өте қатпарлы, дәмі керемет болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.